Ассалаумағалейкум, канал көрермендері. Сіздермен біраз эфирге шықпадық. Көптеген видеолар салынбай қалды. Осындай жұмыстармен қарпылас қол босамадық. Қазір сіздерге көрсететініміз калифорниялық жылушылаушындарға жақсы көбейту мақсатында азықтандыру. Біз қазір неше түрлі әңгелектер бар, қауындар бар. Соның барлығын тастадық. Мынау екі жағына аударып, бұл жерлерге біз астына тастадық кеше. Енді ортасына шылаушындарды қайта мазалап, кокондарын езіп тастамас үшін біз осылайынан бетіне төсеп шықтық. Қазір шылаушындар жаман емес, жақсы көбеюде. Қазір енді бұл біздің осы жердегі бортымыз. Қаладағы үйде де бар борттар. Мына жақсы көбеюде. Мынау қауында, әңгелекте құрамында қант көп, тәтті көп. Ал бұл шылаушының бірден бір азығы тәтті. Бұлар тәттіні жақсы жейді, және де тәтті де жақсы көбейеді. Сол себепті осы тәттілерді көптеп берсеңіздер, көбею процесі жоғары болады. Себебі азықтары құнарлы болғандықтан, бұлар жақсы семіреді, қып-қызыл күйге бөлінеді, және де кокондарды көптеген кальцийлар байлап тез көбейетін болады. Мына көріңіздер. Мұнаның барлығына біз мына беткеде кешегі күні астына салып шыққан болатынбыз. 5 сақа дейді, бір жерде айыр дейді. Сонымен көтеріп астына салып шыққанбыз азықтарды. Бүгін мына бетіне толықтай үстінен салып шықтық. Бұл енді бізге осы 2 ай жобасына осы азық болады. Жақсы жетіп қалады. Себебі біз бұның алдында да тастаған болатынбыз. Қауын, қарбыз, әңгелек дегендерді. Бірақ айтпай жаман емес. Шылаушындардың көбею қарқыны өте жақсы. Мен енді әзірге шылаушындарды көрсетпеуге шешім қабылдап отырмын. Бірақ ертеңгі күні нақты результат болған кезде сол уақытта сіздерге көрсететін боламын. Қазірдің өзіне жаман емес результатымыз. Мына жерде бізде қазір 80 квадрат метр шылаушын жатыр. Көріңіздер. Қазір біз алдын биіктеу болғандықтан борт шамал бері қарай создық. Сонымен бір 100 квадрат метрдің жобасын жобалайды. Көріңіздер, жақсы кәсіп. Алдағы уақытта сіздермен біраз ақпараттар бөлісетін боламыз. Енді қазір осылардың үстерін жауып шығамыз.